Biz şarттaq шеңберге жиналсақ, ya? Өздеріңіздің есімдеріңізбен сан есім айтуымыз қажетпіз. Мен толқын мұғалімім, мен талаптымын. Мен Аялым, мен Адаммын. Мен Ерал, мен Ермін. Мен Нұршуақ, мен Нұрлымын. Мен Атиямын, Ажарылымын. Мен Сұлтан, мен Сыпайымын. Мен Хурзат, мен Үрдім. Мен Жансың, мен Жандарымын. Мен Диана, мен Данышпанмын. Мен Мейрат, мейірімдімін. Мен Асия, ардақтымын. Мен Аяна, мен ақылдымын. Мен Ұлар, мен ұлағаттымын. Мен Табырамын, таланттымын. Мен әрқашан алдамаймын, мен өзімді сенемін, мен өте ақылдымын, мен жақсы адаммын. Жақсы. Мен әрқашан күнімді жүремін, мен өте сенемін, мен өте пысықпын, мен өте жақсы адаммын. Мен әрқашан өз күшіме сенемін, мен өз өзіме сенемін, және де мен өте ақылдымын, мен өте жақсы адаммын. Сіздерден қазір Суперген онлайн бағдарламасы арқылы Жамбыл Жабаевтың сұрақтарына жауап айтсақ. Жамбыл Жабаевтың Жыраулығы жарайсың. 500 жылы дүниеге келді. Аяна айта ғой. Жамбыл Жабаев 1846 жылы дүниеге келді. Жақсы, жарайсың. Жамбыл Жабаев қай жерде дүниеге келді? Кім жауап қайтарады? Ерал айта ғой. Шу бойында дүниеге келді. Жақсы. Оқу мақсатына келсек, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерінің талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Біздің мақсатымыз, яғни сізді беріп өлеңнің сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдап, өлеңдегі эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Түсіндік па, балалар? Айта қойылар. Жамбыл Жабаев шығармашылығының көбісі қазақ халқының тұрмыс салты және олардың өмір сүруінің сипаты туралы жазылған. Жақсы. Сізді бұйрық өлеңінің тақырыбы немесе идеясы. Айта қой. Тақырыбы зілді бұйрық, қазақтарға қойған қатал бұйрық. Сюжет дегеніміз не және эпизод дегенді қалай түсінеміз? Кім жауап қайтара алады маған? Айтсақ. Кім айтады? Білеміз ба, балалар? Еске түсірейік. Жарайды, жақсы балалар. Онда экранға назар аударайық. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі, құрамдас бөлшектері. Балалар, біздің бірінші тапсырмамыз, біз сізді бұйрық өлеңін оқыдық, иә? Сол өлең бойынша, мазмұны бойынша жоспар жаза қойып, 3 топ бірлесіп. Қанекей? Ал балалар аяқтадық па? Үшінші топ аяқтады. Екінші топ? Бірінші топ? Жақсы. Ал енді балалар
балалар, осы жоспармен біз өзіміздің жауабымызды салыстырайық. Бірінші топ, оқи қойыңыздар. Бізді бұйрықтан шығуы, бұйрық туралы естіген халықтың назарына. Жақсы, екінші топ. Үшіншісі халықтың қарсылық танымы басталуы, төртінші жастардың құдалауға ұшырауы, қамауға алынуы. Жақсы, үшінші топ. Көксерек құлдығының назарлығы, соғысындағы ерлігі. Жақсы балалар, жоспарға сай ма сіздер жауаптарыңыз? Жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін сәйкестендіруіміз керекпіз. Яғни жаңа бізде басталуы қандай болды? Бірінші, бұйрықтың шығуы дұрыс. Яғни дәптерімізге жазып алайық. Бұйрықтың шығуы. Үшінші тапсырмамыз. Сіздерге эпизодтар, бейнелер және іс-әрекет беріліп тұр. Сол бойынша олардың іс-әрекетін өзара салыстыруымыз қажетпіз. Сіздерге эпизодтар мен бейнелер және іс-әрекетін жазайық. Топ бойынша. Жазып шығайық. Тапсырманы аяқтаған болсақ болар, эпизодын, бейнесін және іс-әрекетін айтайық. Кім айтады? Ербет айта ғой. Еріксі аламын деп, көресің бұл істі деп жеткізгенде, бәрінде ол қыстап жатқан алды, ашыларын қарады, қақтап алды, анарақ ол еріксілердің басты қыстапты, бейнелер, сас кетті, іс-әрекеттің айтылады. Ақпен қараны айналды, шаш алғысы басталады. Жақсы, кемелмен жауабын. Екіншісі балар эпизодда кімдің бейнелері? Оқи қой, дұрыс. Жамбыл Жабаев туралы ақпараттар және эпизод сюжетін үйрендік. Жақсы, екінші топ. Бұлар. Мен burada қазақ халқының қалай өмір сүргенін және қалай тіршілігін түсіндім. Жақсы, үшінші топ. Біз бүгін Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрықтың идеясын және де оның тақырыбын өттік. Және де біз бүгін сабақта зілді бұйрықтың тарихи маңызын Жақсы. Бүгінгі сабақта қорытындылау үшін сіздерге додекадр әдісі арқылы сұрақтарға жауап берсек. Ералы, ерлі, қане жауапқа қайдырсаң? Біз бүгін күшті топпен жұмыс жасап, әрі қызықты болды. Жақсы. Мен Бұларға кім бар? Мен өзгелерді мұқият тыңдап, мына нәрсені түсіндім. Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрықтарының тарихи маңызын түсіндік және де тақырыбын, сюжетін, шығармашылығын түсіндік. Жақсы. Кімге іліктіресің ғой? Biz bu sabahta Jambul Jabbayev туралы айтып, ол қай дүниеге келгенін, зілді бұйрық туралы мәліметтер туралы айтып